Қайырлы күн, оқырмандар. Каналыма қош келдіңіздер. Өзімді таныстырып өтейін. Гүлнұр Жиенбекпін. Осы YouTube саласында жүргеніме 2 жылдай уақыт болды. Каналым, 2 каналым бар. Сол 2 каналдан тұрақты табыс тауып отырмын. Және де осы 2 жылда өзімнің тәжірибемде кездескен керекті ақпараттармен сіздермен бөлісемін. Осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазіргі таңда қазақ тілді YouTube каналдары өте қатты қарқынды дамып келе жатыр. Қай жағынан алып қарасақ та, қатты дамып келе жатыр. Көбісі ойлайды осы YouTube'дан ақша табуды мүмкін емес, өтірік, лохотрон, мошенниктер деп айтып жатады. Көбісі сенбейді. YouTube'дан ақша табу өте мүмкін. Өзім тауып отырмын. 2 жыл болып қалдым. Ең бірінші YouTube каналды неден бастау керек? Ең бірінші сіз өзіңізге ниша таңдайсыз, өзіңізге қандай бағыттағы видеолар ұнайды. Мысалға, мен өзім сабақ каналын жүргіземін. Өзім мұғаліммін. Қазіргі таңда декретте отырмын. Сол декретте отырған уақытты пайдаланып, осы YouTube каналды бастадым. Бастағаныма өкінбеймін. Сол арқылы тұрақты табыс тауып отырмын. Немесе, яғни өзіңізге ұнайтын бір нишаны таңдап, сол нишаны үзбей, күнделікті видео салып отырасыз. Немесе сіздің мамандығыңызға байланысты да жүргізуге болады. Мамандығыңыз, жаңа айтқандай, мұғалім, немесе дәрігер, қазіргі таңда өте көп мамандықтар бар ғой. Солардағы өзіңізде кездескен тәжірибелеріңізді YouTube'ға салсаңыз. Сол өзіңізде кездескен тәжірибелерді, керекті ақпараттарды, өзіңіз мамандығыңыз бойынша керекті ақпараттарды видео қылып, түсіріп, монтаждап, YouTube'ға салып отырсаңыз болады. Ең бірінші, сол ниша таңдап болғаннан кейін, осылай дәптер, қалам, ручка алып, контент план жасайсыз. Осы мысалға апта күндерін жазасыз, дүйсенбі, сейсенбі деп, осы 6 күн бойынша кәдімгідей жұмысқа кіргендей жұмыс жасайсыздар. Өзіңіздің мамандығыңызды жақсы көру керексіз, яғни видео түсіретін салаңызды. Және де бір видеомен шектеліп қалмау керек. Көп YouTube бастайтындар осымен қателеседі. Бір немесе 2 ғана видео түсіреді, шететте менің каналым дамымай жатыр. Неге дамымайды дейді. Сіз бұл жерде қателесесіз. YouTube бұндай еркелікті түсінбейді. 1-2 видеомен шектелмеу керек. Көп видео түсіре беру керек. Өзі YouTube рекомендацияға шығарады. Яғни, бір видеомен шектелмей каналыңызға күнделікті видео салу керексіз. 1 немесе 2 видео салу керексіз. Аптасына сонда 6-7 видео салыну керек. Содан кейін барып, каналыңызға подписчик саны жинала бастайды. Каналыңыздың охваты көтеріледі. Сол арқылы YouTube өзі жайлап рекомендацияға шығарады. YouTube, мысалға, көп адамдар қателесіп жатады. Так, андай нелер сатылады ғой. Сағат YouTube бастаған кезде өздері шығады. Сізге сағат жинап берейік, немесе подписчик жинап берейік, немесе боттар бар, түрлі платный боттар. Олармен көтерілудің қажеті жоқ, олардың зияны тиеді. Өйткені YouTube бірден келген подписчикте сағатты да алып тастайды. Барлығы тексеріп отырады. YouTube'дың тағы да бір ұнайтын жері, бұл түріңізді көрсетпей видео түсіруге болады. Жаңа айтып өткенде өзімнің каналымда, яғни сабақ каналында, мен өзімнің түрімді көрсетпеймін. Ноутбукта сабақты түсіндіремін, соны саламын. Сол арқылы маған ақша түсіп отыр. Тағы да сізге сондай каналдардың бірін көрсетейін. Бұл денсаулық каналы, Бесси деп аталады. Бұл жерде каналдың авторы кім екені белгісіз. Бірақ соған қарамастан каналдың просмотры, подписчик саны өте жоғары. Және екінші канал бұл түрлі эксперименттер жасайтын Power Version деген канал. Бұл жерде де каналдың авторы белгісіз, кім екені белгісіз. Бірақ соған қарамастан каналдың қаражаты да, яғни ақшасы да, монетизация, то есть подписчик, просмотр саны өте жоғары. Яғни түріңізді көрсетпей каналды бастай беруге болады. Каналыңыздың қандай бағытта жүргізетінін бірінші таңдап алу керексіз. Осылай мен сияқты говорящий голова, яғни осылай түсірмесіз бе, немесе түріңізді көрсетпей түсіресіз бе,
влог форматында, интервью форматында түсіретініңізді алдын ала жоспарлап дайындап қоясыз. Сол арқылы түсіре бересіз. Және де жаңа айтып өткендей бір видеомен шектелмеу керек, алдыға мақсат қою керек. Осы каналдан дамын, осы каналмен ақшаға шығамын деп қарау керек. Яғни кәдімгі мемлекеттік жұмысқа кірген кезде де сіздер таңғы 9-тан кешкі 6-ға дейін отырып жұмыс жасайсыздар ғой. Бұған да дәл сондай көзқараспен қарау керек. Бір видео түсіріп қойып, так, менде просмотр жоқ, қойш деп тастай салуға болмайды. YouTube ондай еркелікті қабылдамайды. Сол үшін кәдімгі жұмыс ретінде қарап, алдыға мақсат қойып, каналыңызды дамыту керексіз. Және де каналыңызды бастаған кезде, ниша таңдаған кезде оқырманға қызықты, қазіргі трендтегі видеоларды түсіру керек. Көбісі елге қызық емес, көрмейтін бір бағыттағы таңдап алады да, просмотр жоқ, ойбай деп жатады. Негізі ол дұрыс емес. Қазіргі қанша жерден ол сіздің мамандығыңыз болса да, қазіргі таңдағы трендтегі видеолар түсіру керексіз. Сол арқылы каналдың охваты көтеріледі, подписчик саны оңай көбейеді. Яғни оқырманға қызықты влог түсіресіз бе? В общем, оқырманға қызықты болу керек қой, подписчиктеріңізге не ұнайды, соны сұрап аласыз, сол арқылы түсіресіз. Және де каналыңыздың бағыты қандай, сол бағыттағы каналдарды зерттейсіз, өте зерттейсіз. Егер каналыңызда подписчик саны, просмотр саны аз болса. Яғни қазіргі таңда қазақ тілді фудблог каналдар өте көп. Күніге қаншама адам осы фудблог каналдарды бастап жатыр. Егер каналыңыз дамымай жатса, сол жаңа айтып өткендей, каналыңызды басқа конкурент каналдармен салыстырасыз, өте зерттейсіз. Яғни даже каналыңыздың профилін реттейсіз, логотип жасайсыз, превью жасайсыз, обложкасын дұрыстайсыз, барлығын әдемілеп қоясыз, чтобы оқырманға әдемі көріну үшін. Және соңғысы бұл каналдың оформлениесі, превью және логотип дайындау. Бұлар өте оңай. Қазіргі таңда осы Canva деген приложение арқылы каналыңызға логотип жасайсыз, өздері дайын логотипті көрсетеді, превью жасайсыз, оформлениесін дұрыстайсыз, барлығы өте оңай. Келесі видеоларды қалай жасалу керектігін үйретемін. Егер осы видеом сіздерге пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы видеоларды шығып отырамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.